Барлығыңызға сәлем, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен молочный лепешканы жасап үйренетін боламыз. Бар жоғы 2 сағаттың ішінде дайын болатын лепешканың жасалу жолын мен үйретейін сіздерге. 100 грамм сары май немесе маргарин алып, ерітесіздер, немесе микроволновкаға ертіп алсаңыздар да болады. Үстіне 250 мл сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырып, сүт ысығаннан кейін 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық қантымызды қосып ерігенше араластырамыз. Бөлек ыдысқа 500 грамм ұн мен 1 пакет дрожжды салып жақсылап араластырамыз. Сосын 2 массамызды қосып жақсылап қамыр илейміз. Уайымдамаңыздар, басында қаттылау секілді басы бірікпеуі мүмкін, но 10 минут уақытыңызды бөліп жақсылап илесеңіздер, осылай қаттылау қамыр шығады. Бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Менде бұл печканың іші, печканы қоспаймыз, әрине просто ауа кірмей тұрады. 1,5-2 сағаттың ішінде қамырымыз көтеріледі. Қамырды теңдей кішкентай 4 бөлікке бөлеміз, одан кішкентай 4 лепешка шығады. Пешіміздің нан салатын табасының бетіне қағаз төсеп, дөңгелектеп 4 нанның формасын келтіреміз. Келтіргеннен кейін тағы да бетін жауып, бір 10-15 минутқа қойсақ, бұл массамыз тағы да көтеріледі. Одан кейін бетіне кунжут немесе мак сеуіп, жұмыртқа жағып, 200 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Жұмсақтығын 2-3 күн бойы сақтап тұратын осындай молочный лепешкаларды жасатып, отбасыңыздағы адамдарды қуантсаңыздар болады. Барлықтарыңызға рахмет, ас болсын!